Менде грыжа позвоночника 20 жыл бұрын осы диагноз болған. И осы 20 жыл бойы мен осы белден қиналам. Оны барлық мен туысқандарым барлығы біледі. Менде мына бел ауырған кезде түнде ұйықтатпайтын, жүрегімді қақтыратын, аяғымды қақсататын, қақсағаннан бұрын белім кәдімгідей жүре алмай қалатын ғой. 3 сағат, 4 сағат бір машинамен бір жерге барып келсем, ертеңінде мен жарты күн, бір күн жүре алмай жататын, е. Қатты мысалы түшкіріп қойсам, сондай да болған. Белім кетіп қалған кезде мынау Г-образный болып осылай қатып қалатын ғой белім. Сол кезде мені мануалистқа апарып, ол кезде бізде Аягөзде мануалист болатын, қазір ол да жоқ. Ол кісі мені созып орнына қойып, сөйтіп түзеп беретін ғой. Сөйтіп қана жүрген болатын. Одан кейін сол баяғы уколдар, диклофенак, пластырлар, обезболивающий, оның барлығы грыжасы бар адам түсінеді мені, е. Мына аяқ қақсаған кезде ол шыдатпайды да. Өйткені айтады ғой, сау адамның тамағын ішесің, бірақ өзің аурусың, жүрмейді аяғың, қақсайды, ұйықтатпайды, жүрегіңді қақтырады. В общем, сондай өте сапасы, өміріңнің сапасы төмен болды ғой. Қазір осы протоколды ішкеннен бері, шүкір Аллаға, қазір самолетпен де ұшам, машинамен де жүрем, жаяу да жүрем, 10 мың шақта жүре алатын болдым ғой. Ешқандай қақсамайды, на каблуках хожу, өте күшті результат алдым.